Сәлем достар, бүгін термомикс арқылы үй жағдайында табиғи әрі пайдалы сәбіз шырынын дайындаймыз. Бұл оңай, жылдам және де өте дәмді. Бізге не бәрі сәбіз, су, зімбір және де куркума қажет болады. Сәбізді тазалап, бірнеше бөлікке бөліңіз. Термомикс ыдысына салып, зімбір қосамыз және де куркума. Үстіне су құямыз. Термомиксті 1 минутқа 10-шы жылдамдыққа қосамыз. Міне біздің табиғи сәбіз шырыны дайын. Дайын болғанда шырынды стаканға құйып, бірден ішіңіз. Табиғи сәбіз шырыны денсаулыққа пайдалы және өте дәмді болып шыққан. Термомикс арқылы оны дайындау оңай әрі қызықты. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.